Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз жаратылыстану пәні. Сабақтың тақырыбы Архимед заңы қалай ашылды? Бөлім күш және қозғалыс. Бүгінгі сабақта Архимед заңы қалай ашылды? Кері итеруші күш деген не? Бүгінгі сабақта Архимед туралы аңызбен танысамыз. Судағы әртүрлі денелердегі әсер ететін Архимед күшін бақылайсыңдар. Балалар, суреттегі қыздың есімі кім еді? Оны білу үшін оқулығымыздың 70-ші бетін ашып, суретке назар аударайық. Дұрыс айтасыңдар. Я, Еврика. Еврика есімі қандай мағына береді? Балалар, Архимед туралы естігендерім бар ма? Я, балалар, Архимед өте ерте заманда жүк көтеруге арналған механизмді ойлап тапқан адам. Ол кісі туралы не білеміз? Еврика есімнің мағынасын білу үшін атақты грек математигі, физигі, әрі астрономығы Архимед туралы аңызбен танысайық. Архимед туралы аңызға балалар назар аударайық. Сиракуз деген ежелгі қалада Георон есімді патша тұрыпты. Ол әлемнің ең керемет алтын тәжі киюді армандапты. Бірде ол зергерді шақырып алып, 10 фунт алынатын тәж жасауды тапсырады. Зергер оның айтқанын орындайды. Алайда патша тәждің таза алтыннан жасалғанына күмәнданады. Ол дереу Архимедке тәждің құрамында күміс қоспасы бар жоқтығын тексеруді тапсырады. Архимед қанша ойланса да, мұның шешімін таппайды. Бір күні Архимед ваннаға түспек болып, оны ернеуіне дейін толтырады. Ол суға отырған кезде судың біразы сыртқа шығып төгіледі. Бұл жағдай оны мазалап жүрген сұрақтың шешімін тауып береді. Архимед қуанғаннан Еврика, Еврика деп дауысын шығарып қуанады. Яғни, Еврика сөзі таптым деген мағынаны береді. Оқушылар, мына видеоны тамашалайық. Архимед ең бірінші болып таза алтын құймасы сол көлемдегі судан 19,3 есе ауыр болатынын байқаған. Бұл алтынның тығыздығы судың тығыздығынан 19,3 есе көп екендігін көрсетеді. Бұл тәж жасалынған материалдың тығыздығы алтынның тығыздығына сәйкес келе ме, жоқ па деген сауалды анықтау үшін жеткілікті болды. Тәждің массасын табу оңай болғанымен, оның көлемін анықтау әлдеқайда қиынға соқты. Оның шешуін Архимед ваннада шомылып жатқан кезде тапты. Және оның қатты толғаныста болғандығы соншама, ваннадан секіріп, Еврика, мен оны таптым деп айғайлап жүгірген. Бұл тұжырым тәждің ауадағы және судағы салмақтармен байланысты болды. Осы екі салмақтың айырмашылығы тәж ығыстырған судың салмағына тең. Егер ол судың салмағы мен тығыздығын білсе, ығыстырылған судың көлемін, яғни оған тең тәждің көлемін табар еді. Осының бәрін білсе, оған тәжді жасауға арналған материалдың тығыздығын табуда оңай болатын. Енді мына тәжірибеге назар аударайық. Стақанға су құйып аламыз. Енді осыған көлемі бірдей 5 түрлі шар аламыз. Осы 5 түрлі шарды суға батыру арқылы бірінші саламыз. Міне судың көлемі бірінші белгілеп аламыз. Маркермен белгілеп қоямыз. Енді екінші шарды саламыз. Екінші шарды салғанда су тағы да кішкене көтеріледі. Одан кейін үшінші шарды саламыз. Үшінші шарды салғанда тағы да өзгеріс пайда болады. Төртінші шарды саламыз. Тағы да өзгерісті көріп тұрсыздар. Бесінші шарды салғанда судың деңгейі көтеріледі. Осы кезде шарлардың көлемі бірдей болғандықтан
дәл сондай көлемдегі су ығысып шығады. Тәжірибе жасай отырып, байқағандарыңыздай, көлемі бірдей зат болатын болса, дәл сондай көлемдегі су ығысып шығады. Сұрақты тап әдісі арқылы тәжірибе жасаймыз. Ойлан, неге барлық денелер ауырлық күшінен суға батып кетпейді? Осы сұрақтың жауабын алу үшін тәжірибе жасап анықтаймыз. Тәжірибеге назар аударайық. Бірінші стақанға шеге саламыз. Шегеміз батып кетті. Екінші стақанға ағаш саламыз. Үшінші стақанға қауырсын саламыз. Енді осыдан не байқадыңдар, оқушылар? Қараймыз. Стақанға бірінші салған шегеміз батып кетті. Бұл жерде ауа бар. Ал екінші стақандағы мен үшінші стақандағы ағаш пен қауырсын батпады. Себебі бұл жерде ауа жоқ. Ауа болмағандықтан судың бетінде қалқып тұр. Енді егерде мына қауырсынды әбден суға батырып, су қылып, әбден су бойына сіңгеннен кейін батырсақ, қауырсын батып кетеді. Неге? Өйткені қауырсынның бойындағы ауа болмағандықтан қауырсын да суға барлық денесімен батып кетті. Ал ағаштың бойына әлі су сіне қойған жоқ. Ауа болғандықтан ағаш батпай тұр. Оқушылар, есте сақтап алайық. Суға батырылған дененің көлемі қандай болса, дәл сондай көлемдегі су ағысып шығады. Оқушылар, оқулықтарындағы суретке назар аударайық. Біз суреттен не байқап тұрмыз? Ақылды қарға. Яғни, ақылды қарға да Архимед заңын қалай қолданып жатыр? Бұл заңды сен қалай қолданар едің? Кәні тәжірибе жасау арқылы байқайық. Мына жерде міне құмыраны көріп тұрсыңдар, иә? Енді осы құмырадан ақылды қарға суды қалай ішеді? Соған назар аударайық. Біріншіден, бір тасты салам, су кішкене көтеріледі. Екінші тасты қарға салған кезде тағы да су ернесіне кішкене келеді. Үшінші тасты салған кезде су төгіледі. Яғни қарға ойлаған мақсатына жетіп, осы құмырадан су ішеді. Оқушылар, бер қараймыз. Есте сақтап аламыз. Суға батырылған дененің көлемі қандай болса, дәл сондай көлемдегі су ағысып шығады. Оқушылар, сабағымызды бекіту мақсатында Ortwall қосымшасы арқылы кері итеруші күшті ашқан ғалымды табуымыз керек. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, өздерін оқушылар үйде болашақ сендер зерттеушісіңдер. Кім болашақ зерттеуші болғысы керек екен? Тәжірибе жасаңдар. Пластик ыдыс алыңдар. Ыдыстың аузына 4 сантиметр қалғанша су құйыңдар. Ыдысқа қаламның қақпашасын салыңдар. Не болды? Соны байқаңдар. Төртінші, су жоғары көтерілгенде етіп, ыдысты екі бүйірінен қысып ұстаңдар. Қақпашаға не болды?
Бесінші, ыдысты қыспаңдар, не болды? Алтыншы, қорытынды жасаңдар. Оқушылар, сонымен қорытындылайық. Бүгінгі сабағымызда Архимед туралы аңызбен таныстыңыздар. Еврика есімінің мағынасын білдіңіздер. Судағы әртүрлі денеге әсер ететін кері итеруші күштің Архимед күші екенін тәжірибе жүргізу арқылы түсіндіңіздер. Суға батырылған дененің көлемі қандай болса, дәл сондай көлемдегі су ағысып шығатынын есте сақтаңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.